18 сәуір халықаралық тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау күні, сонымен қатар Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығына орай атап өтілетін Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті және Ақмола облысының тарихи мәдени ескерткіштерді сақтау, қорғау және пайдалану орталығының ұйымдастыруымен болып өткен республикалық конференция айтарлықтай жоғары деңгейде өткендігін атап өту қажет. Яғни бұл конференцияға қатысушы әр баяндамашы өзінің тарих жолындағы, өзінің ғылым жолындағы еңбектерін қорғай келе, оларды баяндай келе, қазіргі таңдағы Қазақстан тарихының түйткілді мәселелерін айта кете, қазіргі таңдағы жастардың бойына сіңіретін негізгі ақпараттар жөнінде айтылып кеткен болатын. Бұл жерде Шоқан Уәлихановтың еңбектері ғана емес, сонымен қатар тарихи мәдени ескерткіштердің қорғау және оларды сақтау туралы бірнеше ақпараттар көрсетілген болатын. Яғни бұл конференцияның материалдары алдағы уақытта тек қана Ақмола облысының жастары үшін емес, бүкіл республикалық деңгейдегі жастар үшін, ғылым қызметкерлері үшін өте пайдалы бір материалдар болатындығына сенеміз. Сонымен қатар бұл конференцияның негізгі мақсаттары, міндеттері айтарлықтай жоғары деңгейде өткендігі, бұл айтарлықтай қуантарлық жағдай екендігін атап өту қажет.